дұрыс, біз оны осуждать етпейміз. Осуждать ету деген не? Яғни сен оңбаған, сен басқасың, анау мынау демейміз. Яғни жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю бұл адамға қатысты нәрсе емес, бұл іске қатысты нәрсе. Яғни біз оны мұсылман ретінде жақсы көреміз. Оған жәннатты тілейміз. Ол күнә істеген үшін біз оны жек көріп кетпейміз ғой. Неге? Өйткені ол мұсылман. Тіпті кәпір болса да біз оған жәннатты тілейміз. Оның мұсылман болғанын қалаймыз. Демек біз кәпірді де жек көрмейміз. Біз оған жанымыз ашиды. Біз оған жәннатты тілейміз, жәннатты болғанын қалаймыз. Тіпті ғұламаларымыз айтады ғой, маған кәлиманы үйрет деп келген адамға уақытым жоқ десең кәпір боласың деді. Неге? Өйткені сен оның күпірлікте қалуына разы болып тұрсың. Ал біреудің күпірлікте қалуына разы болу сені кәпір етіп жібереді. Зина жасау, арақ ішу пайғамбарымыздың дәуірінде де болды. Пайғамбарымыздың жанындағы сахабалардың арасында да болды. Бірақ ислам қоғамын, мұсылман қоғамын ерекше ететін бір нәрсе, ол жақсылық әрдайым ол белгілі нәрсе, ал жамандық ол жасырын нәрсе. Яғни адамдар жамандықты әшкере түрде істей алмайды. Неге? Өйткені мұсылмандар жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыяды. Жамандықты көрген кезде тоқтап, мынауың дұрыс емес, мынау ісің харам деп айтады. Оны әркім айта берсе, онда жастар тыйылады, оны нәрсені істей алмайды. Біз қазір қош бәлесінен аулақ, өзінің мәселесі, әлгі психолог айтпақшы, просто притупи взор и все дейді. Жоқ, сен притупи взор емес, сонымен бірге, мысалы, үлкен ақсақал кетіп барады, қызым, мынау киімің ұят, ұзын киім кимейсің бе десе. Жанынан өтіп бара жатып, мысалы, үлкен жастағы әйел, әже, мысалы, қызым, мынау ұят емес бе, мұсылман қызына, қазақ қызына лайық киім бе, не мынауың ұят емес пе десе, үшінші адам өтіп бара жатып, төртінші адам өтіп бара жатып, ол көшеде де болыңыз, автобуста, кез келген жерде оған сол нәрсе айтыла берсе, келесі жол ол киімін ұзартып шығады. Демек, ол жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю деген, ол діндегі міндет. Ол мәселе тек қана притупи взор, и все, оның киіну киінбеу, ол оның мәселесі.